Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін латынша оқы, латынша жаз бейне дәрістер циклының латын графикалы қазақ әліпбиінің графемалар құрамы атты дәрісін жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа әліпбидегі әріптердің құрамы болып табылады. Жаңа әліпбиде өздеріңізге белгілі 32 әріп бар. Алдыңғы дәрісте айтып өткеніміздей, сол 32 әріптің 9 әрпі қазақтың төл дауысты дыбыстың таңбалауға қызмет етсе, қалғандары дауыссыз дыбысты таңбалайтын әріптер. Сол қалған әріптің ішіндегі 4-еуі орыс тілінен енген фонемаларды таңбалайды. Мысалы, В, Ф, Х және Ч әріптері. Енді осы әліпбидің құрамында әріптердің орналасу ретіне назар аударайық. Өздеріңізге белгілі қолданыстағы кирилл әліпбиіндегі әріптердің ретімен ол мүлде сәйкес келмейді. Өйткені кирилл әліпбиі славян ұлттарына арналған әліпби болған және славян тілдерінің дыбыстық негізінде әріптер сол ретпен орналасқан болатын. Ал латын әліпбиіндегі әріптердің реті негізінен осы латынды қолданатын Европа тілдері, ағылшын, француз, неміс тілдеріндегідей ретпен орналасқан. Бірақ біздің әліпбиде үшінші дыбыс болып, дыбысты таңбалайтын әріп болып саналатын си, яғни қазіргі кириллдегі с таңбасына ұқсас таңба жоқ. Басқа таңбалардың барлығы бар. Дәстүрлі латын жүйесіндегі таңбалар түгел сол латын әліпбиінің ретімен орналасып тұр. Енді осы әліпби құрамындағы В, Ф, Х және Ч шет тілдік сөздердегі фонеманы таңбалайтын әріптер неліктен алынды деген сұрақ қойылады. Ақыры біз қазақ жазуында барлық шет тілдік сөздерді қазақ тілінің ережесімен жазатын болсақ, онда бұл әріптер не үшін керек деп әуелі кейбір пікір білдірушілер бұларды бүлдіргі әріптер деп те атап жүр. Мұндаймен келіспейтін ғалымдар да бар. Бұл пікірмен келіспейтін мамандар да бар. Себебі қазақ тілінде В әріпі таңбалап тұрған В дыбысымен келетін шет тілдік сөздердің саны өте көп. Біріншіден. Екіншіден, В әрпі таңбалап тұрған ерін және тіс дауыссыз дыбысын айтуға қазақтардың дыбыстық жүйесі, артикуляциялық базасы әбден икемделген. Оның икемделгеніне тек қана шет тілдік сөздердің әсері болды деп ойлау қате болып саналады. Өйткені В дыбысына ұқсас қазақ тілінде дыбыс бар. Ол дыбыс біздің Б фонемасының түрленімі. Мәселен, бар дегендегі Б мен абай дегендегі Б, арба дегендегі Б-ның айырмашылығы бар. Абай, арба дегендегі Б дыбысының айтылымы В дыбысының айтылымына өте ұқсас. Сондықтан да қазақтар В-ны оңай, еркін айтады. Екінші әріп Ф әрпі. Дәл осылай Ф әрпінің қазақ тілінің дыбыстық жүйесінде орын алып, шет тілінен енген сөздерде арнайы графемамен таңбалануына себеп болған, ол біздің дыбыстық қорымызда Ф-ға ұқсас дыбыстың болуы. Мысалы, қыпша, қапшық дегендегі П-ның жуысыңқы айтылуы Ф-ға әбден ұқсас. Ч-да да сондай дыбыстық түрленім қазақ тілінде кездеседі. Мысалы, хатшы дегендегі Ш кәдімгі Ч-мен бірдей ұқсас айтылады. Сол сияқты Х дыбысының да қазақ тілділер үшін айтылуға жеңілдігі белгілі. Мысалы, ақша, жақсы дегендегі Х, яғни Қ фонемасының Ш мен С-ның алдындағы түрленімі біздің дыбыстық қорымызда бар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.